Кайырлы күн, құрметті студенттер, сіздердің назарларыңызға зияты бұзылған балалар дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностика пәнінің бірінші дәрісін ұсынамыз. Дәріс тақырыбы зияты бұзылған балалар дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностика пәнінің мақсаты мен міндеттері мазмұны туралы. Тақырыптың негізгі сұрақтары: бірінші, диагностика, психодиагностика ұғымдарының психологиялық педагогикалық тұрғыдан мазмұнын ашу. Екінші, зияты бұзылған балалар дамытудағы психологиялық диагностика пәнінің мақсат міндеттері. Үшінші, зияты бұзылған балалар дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностикасының теориялық зерттелуі. Сабақтың жоспарына сәйкес біз қазіргі таңда психодиагностика дегеніміз не және оның негізгі міндеттері туралы сипаттама беріп кетейік. Психодиагностика дегеніміз ол адамның психикалық қасиеті мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдері арқылы сандық сипатта бағалайтын және нақты сапалық тұрғыда талдайтын, адам психологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет беретін ізденіс аумағы болып саналады. Психологиялық диагностиканың негізгі міндеттері теориялық және практикалық деп бөлінеді. Бұл теориялық және практикалық бөлім бағыты екеуі де мына төмендегі аталған бағыттарды ұстанады. Біріншісі, адамның қандай да болмасын психологиялық қасиетін немесе мінез ерекшелігін анықтауға. Аталған қасиеттің даму деңгейін оның белгілі бір сандық сапалық көрсеткіштерін нақтылауға. Қажет болған жағдайда адамның психологиялық және мінез ерекшеліктерін диагностикалық жағдайды сипаттауға бағытталады. Психодиагностиканың түп тамыры эмпирикалық тексеруі төмендегі мағлұматтарға негізделеді. Психодиагностика бұл адамның психикалық қасиеті мен күйін ғылыми тәсілдері арқылы сандық сипатта бағалайды және талдайды. Педагогикалық диагностика ол педагогикалық мақсатты жетілдіруде зерттеу қорытындысын талдау, жаңа ақпарат алу және оқушы тұлғасын дамытуға бағытталған процесс. Психологиялық педагогикалық диагностика оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтарын, адамның психикалық қасиеті мен күйін, сапалық құрылым мен механизмдерін айырып тануға және нақты көмек көрсетуге бағытталған. Ал зияты бұзылған балалардың психологиялық педагогикалық диагностикасы оқу тәрбие процесін ұйымдастыруда зияты бұзылған балалардың психологиялық дамуын жетілдіру, интеллектуалдық мүмкіндіктерінің артуын ықпал етуге бағытталған сандық сапалық зерттеуге негізделеді. Жалпы психологиялық диагностика термині 20 ғасырдың 20 жылдарда пайда болып, алғашқыда медициналық ғылымда, содан кейін индивидтің немесе кіші топтың психологиялық күйін анықтауда сипаттайтын психологиялық түсінік ретінде қолданыла бастады. Бұл терминді алғаш рет психиатрияда Герман Ротшильд психологиялық диагностика еңбегінде пайдаланған. Жалпы осы мүмкіндігі шектеулі жандарды зерттеуде Аристотельдің да өзінің 2 трактатын жазған болатын. Ал орыс жазушысы Радишев өзінің атақты трактатында мүгедек балалар дамуының кейбір заңдылықтарын анықтаған. Ал неміс философы Иммануил Кант кемтар балалардың даму ерекшеліктері жөнінде жазды. Ал Эмиль Дюркгейм болса мектеп педагогикасына арнаған өзіндік формуласын әлеуметтендіре отырып даралау деген оймен түйіндеген болатын. Индивид қоғам қандай мөлшерде қатысы болса, сондай мөлшерде ол ойлану үстінде де, іс-әрекет үстінде де табиғи түрде өзін өзі өсіріп жетілдіру керек дейді. Яғни айтқанда, мүмкіндігі шектеулі жандардың да осы қоғамда өз орнын табуға және де өзінің белгілі даму деңгейіне қарай өзінің орнын табуы, қоғамда табуы тиіс деген пікірлерді айтқан болатын. Лев Семенович Выготскийдің пікірі бойынша даму бұзылысы баланы оңтайлы дамытудың формуларының бірі ретінде ұжымды алған болатын. Автордың айтуынша тәрбие мен дамыту үдерісіндегі оның басым рөлін атай отырып, ұжымның дәрежесі бойынша әртүрлі интеллектуалды жетілмеген балаларды толықтыру талабын ұсынады. Бұл теория негізінен кейіннен қазіргі дәрістің ары қарай тағы да қарастырамыз. Альфред Адлердің теориясында да осы пікірді негізге алып ұсынады. Енді осы зияты бұзылған балалар дамытудағы осы психологиялық педагогикалық диагностикадағы
теориялық зерттелуі, теориялық барысы туралы тоқтала кететін болсақ, бірінші кезең біздер бұл 20 ғасырдың 20 жылдарында интеллектілік және жеке тұлғаны тестілеу пайда болды. Яғни туындады, ең бірінші зерттеу жұмыстары жүргізіле бастады. Арнайы психометриялық мекеме Англияда Гальтонның көмегімен құрылды. Психология тарихында Гальтон жүргізген психологиялық әдістемелердің өңделуінде статистикалық әдісті қолдану ұсынылса, Пирсонның дисперсиялық талдауы, Сперменнің интеллектіні шынайы түрде өлшеуге бағытталған әдістемелері, Айзенг пен Кеттелдің жеке тұлға интеллектін зерттеу тесттерін өңдеудегі факторлы талдауды, француз ғалымы 1905-7 жылдарда Альфред Бененің, кейінірек француз ғалымы Симон бұл тесттерді жетілдіріп, психодиагностика тарихында Бене-Симон тесті атауымен енгізілгендігі жөнінде көптеген ауқымды ақпараттарды жеткізе аламыз. 1910 жылы Ресей психологы Росалима баланың күнделікті қарапайым әрекеттер арқылы зиятындағы бұзылысын анықтауға және ақыл-ойды дамытатын тест ұсынған болатын. Заттардың орнын табу әртүрлі бұзылысы бар балалардың зиятын диагностикалауға арналған вербалды емес өте тиімді әдіс. Қазіргі таңда да бұл әдістер кеңінен қолданыс табуда. 1920 жылы американдық психолог Коос ақыл-ойдың көрнекі бейнелі формаларын анықтауға арналған арнайы әдістемесін ойлап тапты. Бұл автордың құрметіне кейін Каус кубигі деп аталды. Осы тұрғыда Росалиманың және Каус кубигінің туралы зиятында бұзылған балаларды дамытуда психодиагностикалық зерттеу жұмыстарын жүргізуде қолдану өте тиімді деп атап өткіміз келеді. Келесі кезеңде бұл әдіснамалық және теориялық мазмұндағы тесттердің кеңінен қолданыла бастауы. Ауқымды теориялық және тәжірибелік жұмыстар психодиагностиканы өлшемдер психологиялық педагогикалық бағытта ұйымдастырылды. Йорген Готкиннің оқытудағы интеллектуалдық диагностика ерекшеліктері еңбектерінің маңызы ерекше зор. Сонымен қатар Бутяряның психикалық қасиеттерінің өлшемі, оқыту қабілетін психодиагностикалық кіріспе деген ұжымдық еңбектері жарық көре бастады. Келесі осы ғылымның дамуына, диагностикалық зерттеулердің одан әрі дамуына үлес қосқан кезең. Бұл кезеңде әдістердің қажеттілігі дәлелдене түсті және олардың алғашқысы болып Теплов, Ковалев, Месситтің дифференциалды зерттеулер мен тестілеу әдістерінің қорытындысы. Яғни оның сонымен қатар Выготский мен Пиаженің Брунердің балаларға арналған ақыл-ойды дамытуға арналған математикалық, статистикалық сапаларды анықтауға арналған тесттері қалыптаса бастады. Яғни айтқанда психодиагностика жүргізілетін әдістемелер эксперименттік тұрғыда жүргізіле бастап, салыстырмалық анализдер жасалынып, белгілі бір дәрежеде нақты көзқарастармен жетіле бастады. Зиятында бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностика ақыл-ой дамуының бұзылысы кезінде басты және жетекші жағымсыз факторларды жетілдіру үшін алынған зерттеу қорытындысын талдау негізінде жаңа ақпарат алу, білім беруді, оқу, тәрбие барысында сапасын жақсартуға және оқушы тұлғасын дамытуға бағытталған процесті қарастырады. Ақыл-ойдың кемшілігін ішкі биологиялық белгілері туралы Лев Семенович Выготский 1980 жылдары қозғаған болатын. Олигофрения тұқымның немесе баланың алғашқы өміріндегі ішкі дамудың әртүрлі кезеңіндегі орталық жүйке жүйесінің бұзылуы салдарынан пайда болатындықтан, зияты бұзылған балалардың ерекшеліктерін білу оның барлық психологиялық дамуын түсіну үшін маңызды болып саналады. Бәрімізге белгілі, мектепке дейінгі жастағы балалардың перцептивті және ойлау әрекеттерінің қалыптасуы сыртқы материалды бағдарлы әрекеттердің интериоризациясы арқылы дамиды. Яғни өз кезегінде сыртқы бағдарлы әрекет ішкі практикалық іс-әрекетте пайда болады да, немесе баланың оқып үйрену кезінде меңгеріледі. Ал зиятында бұзылысы бар балаларда мектепке дейінгі кезеңде осындай қарапайым психологиялық дамуындағы кемшіліктер кездесіп, жетілуінде ақаудың бар екендігін бірден көре аламыз. Альфред Адлердің мына бір сөзін негізге алғымыз келеді. Біздің көздеген мақсатымызға жету үшін
ойланып толғанамыз. Сезіп білуіміздің бәрі де қажеттілігіміздің қанағаттандыру болып саналады дейді. Бұл жерде Альфред Адлер кез келген баланың, мүмкіндігі шектеулі баланың бойындағы кемшіліктің орнын толтырудың екі түрлі ерекшелігі бар дейді. Біріншісі, кемшілікті толтырудағы баланың бойындағы мүмкіншіліктер, физикалық мүмкіншіліктер, психологиялық мүмкіншіліктер, рухани, тағы да басқа. Ал бала психикасының даму шамасына орай жасалынатын әдіс тәсілдер. Бұл екінші ерекшелік болып саналады. Бұл яғни екінші әрекет негізгі маманның жасайтын таңдаған әдіс тәсілі осы жерде маңызды болып саналады. Баланың табиғатын тани отырып, балаға жүргізілетін жеке бағдарлама құрылып, жұмыс жүргізу барысында жұмыстың жүйелілігін, дұрыстығын құра білуіміз керек. Дәл осындай осы зиятынды бұзылысы бар балалар дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностиканың жұмыстары мынаған негізделеді. Оқушының қабілетін, мінезіндегі ауытқуларды, оқу барысында қиындықтарын анықтау және жеңілуге бейімдеу. Арнайы білім беру бағдарламасын игеру туралы мәліметтер негізінде оның оқу әрекеттерін бақылау және нәтижелерін талдай келе дамыту жұмыстарының жоспарын құру. Яғни баланы мүмкіндігінше жеке дара жоспар құру немесе топқа біріктірілген топтық жұмыстарды құру. Келесі жұмыстың бағыты осы анықталған қосалқы диагноздарға назар аудару. Яғни айтқанда күрделі кемшіліктің алдын алу үшін жүргізілетін жұмыстар. Баланың бойындағы бір ғана кемшілік бола отырып, бірнеше кемшіліктің қосалқы кемшіліктердің туындамасы үшін, соның алдын алу үшін жүргізілетін жұмыстар. Жеке психологиялық мінездеме беру, арнайы мектеп оқушыларына психологиялық, педагогикалық, диагностикалық әдістемелерді қолдану және сандық, сапалық сипаттама жасау. Осы жұмыстарды негізге ала отырып, зиятында бұзылысы бар балаларды дамытудағы психологиялық, педагогикалық, диагностикалық жұмыстарын дұрыс ұйымдастырған жағдайда, мазмұнын дұрыс аша білген жағдайда біздің жұмысымыздың өнімділігі артады деуімізге болады. Жоғарыда аталған мәліметтерді қорытындылай келе, бекіту сұрақтары ұсынылады. Психодиагностика дегеніміз сұрақ берілді және жауабы екіншісі, Гальтон қай жылы бүкіл әлемдік көрмеде антропометрикалық лабораторияны ұйымдастырды. Интеллект концепциясының кеңінен дамыған кезі. Диагностиканы өрістету және қиын баланың педагогикалық клиникасы негізінің авторы. Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық, педагогикалық диагностика қандай мәселелерді қарастырады деген. Әрине, дәрістің бұл бір ғана бөлігі. Біз бұдан әрі тереңірек дәрісті онлайн жүйеде кездесуімізде талқылаймыз. Және де сіздердің назарларыңызға әдебиеттер ұсынылады. Бұл әдебиеттерді біздің электрондық базадан және біздің университетіміздің кітапханасынан тауып оқи аласыздар. Осы туралы осы тақырыпты тереңнен талқылауға мүмкіндік аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.